алейкум, сіздермен Халқов жалғас және де табиғат аясындағы подкаст. Бүгінгі тақырып әлемге және Қазақстанға коронавирустың тигізген әсері. Кеттік. Коронавирус шыны керек. Коронавирус қазір бұл біз қана емес қой, бүкіл әлем күйінше болып отыр. Енді біз әлемде не болып жатқан енді нақты енді хабардан ғана көріп жатырмыз ғой. Бірақ біздің таныстарға, біздің жақындарымызға тікелей әсер етіп жатқан өте мына киім саласы, офлайн магазиндерге биылғы карантин негізі өте қатты келді. Қазір енді соңғы жаңалықтарда Louis Vuitton қаншама бутигін жауып тастаған, үлкен брендтер жабылып жатыр. Victoria's Secret вообще жабылып қалған мысалға. Қаншама жыл еңбек етіп жүрген компаниялар, әлемдік брендтер. Соны мен ойлаймын, қазір негізі бұның енді әр нәрсенің өзінің бір қайыры болады ғой. Бір жамандық болса, оның артында екі жақсылық болады дейді ғой, иә? Екі жақсылық болады дейді. Бұның да енді бір жақсы жағы бар, жаман жағы да бар. Жақсы жағын ойлаймын да, мен жақсы жағы бұл қазіргі таңда именно адамдарды осы интернет маркетинг, интернетпен сауда жасау, интернеттің дәуірі ма деп ойлаймын. Именно осы қазіргі таңда. Өйткені қазір көптеген зат онлайн. Заказ бересің, әкеп береді. Заказ бересің, әкеп береді. Заказ бересің, әкеп береді. Бұл бір жағынан жаңа Яндекс таксилер болсын, индрайверлер болсын, тасымалдауға өте жақсы әсерін тигізді. Енді осы линияны жақсы ұстаған адамдар, Құдайға шүкір, қазіргі осы карантиннен жақсы шығып кетті. Енді кейбір кісілерде бар, енді ол жайменеп келеді. Енді өз жеке ойым. Түсінікті. Енді мысалға жаңа әлемдік брендтер бар ғой, жабылып қалып жатқан. Олардың артынан қандай жақсылық күтуге болады мысалға? Ертең жақсылық скидка болады. Бәріміз бренд киіп жүреміз. Енді солай болады. Өйткені біздің алған мәлімет күйінше Қытайдағы жаңа Nike-тың бір үлкен зауыттар жабылған да. В общем, сол компания, в общем, скидканы бәленбай процентке жасаған. Анау деген енді сұмды қолжетімді бағада тауар алған. Бір жағы дейін енді. Иә. Енді бұл жақта халықаралық әңгіме болып кетті ғой. Мына жаққа көшейікші. Қазақстанда не отыр? Қазақстанда енді коронавирустың бірінші соққысы жалпы ақша айналымын тоқтатып тастады ғой. Енді кез келген мемлекеттің экономикасын кәсіпорындар көтереді ғой. Кіші бизнестер, орта бизнестер, үлкен бизнестер. Коронавирустан қазір барлық адам үйінде отырғаннан кейін жаңағы көп кәсіпкерлер, офлайн кәсіпорындардың барлығы толықтай жабылды. Интернетте жұмыс істейтін кәсіпкерлер үйтіп ілініп келді. Бірақ көптеген кәсіпкерлерде қазір әсіресе кіші кәсіпорындарда кассовый разрыв болып жатыр. Арендаларын төлей алмай қалды. Қызметкерлердің айлығын бөліп әлі беріп жатыр. Қазір бұл айтқан кезде судың бетінде қалқып тұр жаңа. Әлі нақты стратегия қоятын ештеңе жоқ, өйткені бір жұмыстың моделінен екінші модельге ауысып кету оңай емес қой бірден. Яғни бүкіл жаңағы офлайн жұмыс істеп жатқандарға онлайнға көшу қазір қиын болып жатыр. Бірақ кризис ол мүмкіндік. Кризис осы бізге дейінге бірнеше рет, қанша рет болған. Кризисті проблема деп қабылдасаң проблема болады, мүмкіндік деп қабылдасаң мүмкіндік болады. Сол үшін бұл мүмкіндікті пайдаланып қазір онлайн саласында онлайнға көшіп кеткен кәсіпкерлер керісінше жақсы табыс тауып гүлденіп жатыр. Мысалға қандай мысал айтуға болады? Мысалы қазір кез келген товарный бизнес егер интернет магазиндар доставка арқылы күшті табыс тауып жатыр. Қазір доставка жасайтын курьерский компаниялар осы карантин кезінде сұмдық көтеріліп кетті. Жай ғана курьерлардың өздері 1-2 айдың ішінде мысалға 1 миллион теңгеге дейін табыс тапқанда қызметкерлер. Одан бөлек онлайн образование. Әлемдік деңгейде Amazon импровизация болып кетті ғой. Әрине қазір жоқ етті. Қазір барлығы әйтеуір тексеріп көріп жатыр ғой әртүрлі құралдарды. Сол үшін онлайн тек қана дами береді. Қазір бүкіл мемлекет онлайн режимге көшкеннен кейін қазір әртүрлі онлайн платформалар шығып кетті. Оқушыларды оқытатын дамып кеткен. Сол үшін бұл мүмкіндік деп қарастыру керек. Және де нарық ары қарай өзгере береді. Енді бұрынғыдай болмайды бәрібір. Ал енді мына нарықта мысалы қазір ақша бар ма жоқ па? Бар. Ақша жетеді. Халықта ақша жоқ деп 1-2 айдың ішінде 1-2 ай бойы жұмыссыз қалып халықта ақша жоқ деп айтуға болмайды. Ақша бәрінде бар. 1-2 ай жаңағы ақша жоқ деп мегалар ашылған кезде осы карантиннен кейін. Ана Адидастарда қаншама очередь тұрды ғой. Бір адам бір тамақсыз қалып жатқан сияқты емес, бір киімсіз қалған сияқты болып қалды негізі жалпыша. Негізі былай бұл әсерін тигізген жері бұл коронавирустың негізі мына рухани байлығымыз кішкене не істеп қалды. Мешіттер жабылып, өзіміздің рухани байлығымыз, иманымыз өзіміз итак былай қарағанда мықты емес, әлсіз болғандықтан
одан ары қарай әлсізденіп кетті деп ойлаймын негізі. Көп мешіттер жабылғаннан кейін уағыз насихаттар азайып кетті, сабақтар азайып кетті дегендей. Одан сол любой жаңағы не ғой, жаңағы әдет мінезге айналады ғой. Әдет болып кетті да, уже мешіттер жабық болды, бармайды да уже. Сол жағы кішкене маған қатты тиіп кетті деп ойлаймын. Мысалға бір карантин кезінде мешіт жабық болса да қайырымдылық қорлары көбейді да. Бірақ олар бір жағы осындай болса, бір жағы сол қайырымдылық қорлары көбейіп, бірақ осы бизнес салада жүрген азаматтарға бірақ Алла разы болсын, оларға көп қайырымдылық қор ашып, фондтар ашып, жақсы көмектесіп жатыр жалпы. Жалпы қазіргі ситуацияда оптимизацияға шығып жатыр ғой бәрі. Ең дұрыс нәрсе ол оптимизация дегеніміз анау шығындарды қысқарту. Артық қызметкерлерден арылып жатыр. Артық мысалы кәсіпкер өзі істей салатын нәрсені өзі істей салып жатыр да, артық шығынға батқанша. Өйткені мына жерде қазір нақты айта алмайсың басып. Сол үшін бүкіл шығындарды қысқарту өте тиімді. Магазиннің өзі андай ғой. Адам тол. Магазиндер вообще кішігірім магазиндердің өздері жаңа не болып кетті ғой. Кәдімгі адам очередь қырғын, адам аштан қалатын сияқты продуктілерді басып алған. Басында бәріміз соны қорқыныш болды ғой. Сондай болды ғой. Бәріміз алдық, май, су деген әкеп үйге жинатсақ қой. Менің ойымша андай кез келген кәсіпкер жалпы, кәсіпкер емес, кез келген адам бейімделу дейді ғой, адаптация. Соған бейім болу керек деп ойлаймын да. Алдында бір жерден оқыдым, бұрындары бір заманда бірнеше ұрпақ өмір сүреді дейді. Бір заман бірнеше ұрпақ, мысалы ненің патша үкіметінің кезінде бірнеше ғасыр сол патша үкіметі бір ғана система болды. Жаңағыдай біреуге бағану керек, бір егін егу керек, соғысу керек болды, соғыса береді. Содан кейін үкімет келді, ксро келді мысалы. Ол жерде де тек біреудің қолында жұмыс істеу. Қазір наоборот бір ұрпақ бірнеше заманда өмір сүреді. Мысалы ксро-ны да көрді, қазір гаджеттердің заманы, соның бәріне бұрындары жаңағыдай әке-шешесі, үлкен кісілер балаларын үйрететін болса, қазір балалар үлкен кісілерге үйрететін болса, қазір үлкен кісілер телефон білмейді. Қарасаң мысалы соларға үйретіп, былай звондайды, былай түсіндіріп істеп отырады. Сол үшін қазір мен ойым андай кәсіпкерде кез келген жеке адамда осы бейімделуге, осындай адаптация бейім болу керек деп ойлаймын да. Менің өзімде мысалы кәсіпті қазір бір кәсібім жүрмей қалды ма, болды жүрмей қалды деп жаңағыдай көңіл күйің түсірмей, жаңағы істемей, қайсы жүріп жатыр, онлайнға көш, реклама бер, жаңағыдай өзің доставка жасап бер деген сияқты, сондай сияқты бейімделу керек деп ойлаймын да. Век информации ғой, век информации. Жаңағы, если владеешь информацией, если владеешь всем миром дей ма? Сол сияқты век технология ғой. Сосын қазір карантиннің кезінде тағы бір плюс жақсы жағы, көп отбасы үйінде қалды. Жаңағыдай әйелмен күйеуі жаңағыдай бір әңгімелесіп, балдарының өсіп жатқанын, жаңа қылықтарын көріп, ол жағында пайдасын тигізді деп ойлаймын да. Енді осыған дейін ол бар, бірақ статистика бойынша ажырасу да көбейіп жатыр ғой. Енді менің ойымша бұл да бір не сияқты андай жаңағыдай сынақ болғанда қалай бір тазарту, сүзіп алу, тазарту. Шынымен де андай уже ол ажырасып кеткен семьялар уже осыған дейін де уже сынып тұрған, амал жоқ жүрген семьялар сияқты да. Олар уже бірге тұрды, уже олар шыдай алмайды, уже кетті да. Олардың бақыты басқа жақта деген сияқты, бір-бірінен таба алмады бақытын. Ал кімде жаңағыдай жақсы семьялар одан бетер несін жақсартты да, ара-қатынасын бір-біріне уақыт бөліп, бірге кино, менің өзім бірге кинолар көріп, үйде кәдімгідей шай ішіп кезде әңгімелесіп, сериал көріп деген сияқты. Сырымды айтып қойған жоқсың ба әйтеуір? Қатты ашылған жоқпын мен. Еще қараңдаршы, биылғы ең бір жақсы жері карантинде мысалы, ораза карантин айына келді ғой. Рахат. Демалып жатып оразаны ұстадым. Телевизиян газетпен жауап жатырсыз ғой. Сосын мен енді бір жаман жағы, қазір енді бізге карантиннің қазір несі, коронавирустың енді келіп жатыр ғой, негізі ауыртпашылығы. Ең бір қатты тиетін да, үлкен кісілерімізден, жақсы кісілерден айырылып қалып жатырық та. Үлкен кісі болмаса да жалпы жақсы кісілерден айырылып қалып жатыр. Оның өзі бірақ
бүйтіп бір ойлағанға жаман нәрсе, бірақ оны көңілге алмау керек. Енді құдайсыз қурай да сынбайды деген сөз бар ғой. Ажалың келсе, сен де мысалы дәл өліп кетуі мүмкін. Оған көп ойлай бермей, жаңағы негатив пікірге көңіл жақсылау керек қой. Көңіл жақсылау керек. Осындай табиғатқа шығып, жаңағыдай жақсы нәрсе ойлап деген сияқты. Таза жұтып. Иә, дұрыс. Қорқа бермеу керек. Жақсы ойнау керек екен. Мысалы уайым, көп уайым негізі жаңағы не бар ғой? Екі қойды келіп жаңағы қораға байлап қойған ғой, оның жанына келіп қасқырды байлап қойған да. Сөйтіп екі қойға кәдімгі жаңағы бағып, жаңағы несін жемін салып, шөбін салып отырған, бір қой қасқырға қайта-қайта қарай берген ғой, уайымдап ше. Ана мен жеп қоймай ма деп. Бір ай тұрған екі қой. Бір қой семіріп жақсы болған да, бір қой өліп қалған. Неге өліп қалған? Уайымдай беріп өліп қалған ғой. Сол сияқты ғой, уайымға салынбау керек те. Иә. Көңіл жақсылау керек. Уайымдаудың қажеті жоқ. Иә, жаңа ана не айтқандай менің подружкам дейді да, жаңа менің подружкам күйеуі ауырып жатыр екен дейді да. Күйеуі ауырып жатыр екен. Сонымен жаңағы күйеуіне айтқан ғой, ертең тәуір болып кетсең, ертең жақсы болып кетсең, тоқал алып беремін. Ертең азаннан тоқал алып беремін дегенге жаңағы жақсы болып кеткен. Кейін сөйлесеміз айтады дейді. Сол сияқты кез келген адам негізі не ғой, ішкі рухани не ғой, уайым болмаса егер шынымен жаңағындай айтатын болса, әрбір еркекке де, әрбір еркек болған кімде мысалы ойы бар, сондай еркектерге айтатын болса, ол сразу жақсы болып кетеді ертесінен. Мысалы өз басымнан өткізген, мысалы өткенде біз бірге неге балыққа барып тамақтандық қой. Сол кездер шыны керек, мен мысалы кімнен Абырай ағадан байқағаным, мен өзім информацияларды көп қабылдап қойғам, көңіл күйім түсіп, бүйтіп кішкене маза болмай, кәдімгідей қабылдап жүрген кезім. Абырай ағадан сұраймын, Абырай аға айтады, мен жұмысты басып жатырмын дейді, мысалы ше. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, жұмысты басып жатырмын, ешқандай инстаграмға уақыт жоқ дейді. Бүйтіп қарасам, келісіп отыр. Бүйтіп қарасам, Абырай аға ешқандай шынымен де бір жаман ой жоқ. Давай деп тамақты ұрып алды деген сияқты. Және барамыз дейсің ғой жерге. Андай әйелімді апарайын деп. Өтетем деген. Иә, әйелімді апарайын деп, әйелім ойлап жүр ана жерде. Сол жерде мысалы. Сен көңілмен жедің ғой. Сенде вайым болды да, сен дәм байқамай қаншасың? Жоқ, байқадым дәмі. Байқадың ба? Мен де әйелімді әкелемін деп ойладым, бірақ айтпадым. Түсіну керек. Нәрседе мынау ең маңызы көңіл күй екен ғой. Сол маған сабақ болды да. Сіздің сөзіңіз маған сабақ болды. Абырай аға мысалы бір Алматыда өмір сүріп жатырмыз, бір Қазақстанда. Сол дәл сондай бір кісі ана жақта төк уайымсыз жұмыс істеп жүр, кәдімгідей ақша тауып, жер алып, миллиондап ақша тауып мысалы. Мен ақша таппай жатырмын деп жатқан жоқпын. Бірақ мен соны шынымен қабылдап қойғанын өзім байқадым да, сосын сразу телефондағы анау ЗТБ, анау не Тенгеріс Ньюс деген сияқты бәрінен отписать еттім. Кім бір жаңа хабар көремін, сразу отписать етіп тастаймын да. Тек қана жақсы хабарлар инстаграмда қалдырдым да. Сонымен қазір жақсы ма қазір? Жақсы болдым да. Магазин жайлы былай айта кететін болсақ, магазинде карантинде қатты көп не болды ғой. Төбелес болды. Очередьқа таласып жаңа не болды ғой. Бірақ ол бізге кәдімгідей табасын да ақшаны, бірақ ақша көзге көрінбей кетті соңғы моментте ше. 2 ай болды ма? 2 ай болды ғой. Кәдімгідей жаңа маскаға төбелесіп, очередьқа төбелесіп, одан ары 1 метр ара қашық ұстаңдар деп. Бірақ ақша көрінбей кетеді екен. Потому что жұмыскерлердің өзінің әбжіп кетті ғой. Әбіржіп. Берекет кетіп қалды кәдімгідей. Кәдімгідей олар үлгере алмайды мысалы да. Үлгере алмайды, жаңа недостача шығады, анау шығады. Потому что андай көп жаңағы не талпа болғаннан кейін кәдімгідей әбіржіп кетті жұмыскерлер. Бірақ өзіміз қарасақ, стабильный күнімізге, осы Алланың бұйырған сол күнге жетпейді екен деп қалдым да. Бұндай ауру. Бұл енді бір табиғаттың заңдылығы, Алланың бір сынағы. Бұл да өтіп кетеді. Бір айда, мысалы, бір айда 3 айдың табысын тапқанша, 3 айда ақырындап солай, сол кезде солай түсіндім да. Жүректің тыныштығымен, уайымсыз. Әрбір таң сол уайыммен болды сол уақытта. Анау үйге товар жеткізе алмайды, товар келмейді, анау келмейді. Сол сияқты. Бірақ одан да өттік қой, бірақ ол да өтіп кетеді деген сияқты. Бәрі өтіп кетеді. Бір сөзбен қорытындысын жасайық. Бір қорытындылап жіберейік, яғни не түйдік, не айтамыз? Қорытындылар
мен қорытындылағанда енді менің бір осыдан бір түсінген істегенім кез келген нәрсені сабақ ала білу керек. Бұл енді біздің алдағы уақытта бұдан да жаман күндер болуы мүмкін. Соған мысалы енді бұл бітсін, жақсы күндер келеді, Құдай қаласа соған сенейік. Бірақ ертең жақсы күндер келген уақытта осындай күндерге дайын болу керек па деп ойлаймын да. Қор жинап, уже онлайн өтетін білдің, уже сол онлайнға өтіп, бәрін жұмыскерлерді жаңағыдай қай жерден қысқартуға болады, бәріне осы алдын ала дайын болып, жаңағыдай жақсы көңіл күйде жүру керек, сосын бір түсінгенім алаңдамау керек, сосын өзіңе сену керек. Түсінгенім сол. Басу керек. Иә. Бізге дым қалдырмадың ғой. Бірақ қорытындап тастай салдың ба? Айтып қойдым ба? Анау онда өзіңе сену керек деген алып тастайсың ғой. Мен айтайын деген бұл жерде. В общем, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол. Одан артық не керек? Иә. Енді уайым ғой, уайымдамау керек. Өйткені жаңағы бәрі бір тірлік жүрмей жатқан кезде үлкен кәсіпкер ағамыздың айтқаны бар еді. Ұясынан ұшып бара жатқан шымшық қандай құрт жейтінін білмейді, бірақ ол уайымдамайды, ол ұшады деп ше. Оған ешқандай гарантия жоқ, бірақ Аллах тағала оның да ризығын жазып қойған да кішкентай құрт шымшықтың. Сол сияқты әр азаматтың, әрбір адамның, әрбір отбасының өзінің ризығы бар. Сол үшін ол қандай індет болсын, қандай пандемия болсын, қандай карантин болсын, әрекет ету керек, уайымдамау керек. Әрекет ете беру керек, көре беру керек, жаңа нәрсеге, жаңа ақпаратқа ашық болу керек. Сол кезде ризығын ешкім алып қоя алмайды. Елмен бірге көресің. Ең бастысы жүрек тыныш болу керек. Яғни даже шымшықтың ризығы жазылып қойғанда? Әрине. Шымшыққа ешкім құрт дайындап қоймаған, ана жерге барсаң құрт жейсің деп. Ол ұшады, іздейді, бірақ сол күні алып келеді ғой үйіне. Сол сияқты кішкентай шымшықтың ризығы жазылған кезде біз әрбір адамның, әрбір отбасының ризығы міндетті түрде жазылған ғой. Далада қалмаймыз. Осы ислам әлеміне, қазақ еліне амандық тілеймін негізі. Дұғада болайық бәріміз. Ең бастысы мұсылманның құралы, мұсылманның жаңағы не дейді, қаруы дұға дейді ғой. Сол сияқты бәріміз дұғада болайық иншалла. Бәрі аман болсын, отбасыларымыз бәрі аман осы індеттен құтылуға тілекшіміз негізі. Сосын ешкім айтпаған бір нәрсе мен айтып ойлап саралап отырмын. Денсаулық жайлы ешкім айтпады. Денсаулық күту керек. Мен де біз бәріміз бір ауырып тұрдық негізі. Мен өзім ауырып тұрдым. Денсаулық жоқ кезде дүниенің жалпы ішерсен керек болмай қалады. Тоқалдың деген сияқты бәкең айтпақшы. Денсаулық күтейік. Ең басты денің сау болып, денсаулық болса, денің сау болса бастай бересің. Мен де сол жаңа негізі айтайын деп отырдым да, сен ешкім айтқан жоқ деп айтып алдым. Жаңағы бәкең деген соңынан кесті. Енді қазіргі жақындарымызбен жақсылап араласып қалайық. Білмейміз, үлкен кісілерімізден айырылып жатырмыз. Әркімнің бір танысы, бір туысқаны кетіп жатыр. Енді жатқан жерлері жайлы болсын. Аллах тағала пейішіне алсын, қамқорлығын алсын. Бағалайық барлығын. Қолда барды бағалайық. Сол бәрімізге негізі білімімізді, ілімімізді арттыра берсін Алла тағала. Дұрыс айтасыз. Келесі кездескенше. Келесі подкастта.